Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін біз осындай әдемі гүл тоқитын боламыз. Осылай қалташаға. Менің негізгі тоқитын жібім мінеки. Және крючогым 3-тік крючок. Неке әуелі осылай 16 столбик с накидом тоқып аламыз. Неке 16 столбик с накидом тоқып алдық. Не санаймыз. Біреу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. На воздушный петлямен бір столбик болады. Неке біреу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 столбик. Енді мына жібімізді тартып бекітеміз. Және мына жердегі бірінші столбикке осылай бір ілмекке өтіп осыны қиып алып тастаймын. Енді мына гүлдерімізді мен енді керісінше осын розовый жіптен аламын. Әуелі осылай міне кольцо іліп аламын. Енді осылай кез келген бір жерден алып бастаймыз. Осылай бір воздушный аламыз. Енді келесі ілмекке енді 7 воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не 7 воздушный көтерілдік. Енді екінші ілмектен неке мынау емес, мына ілмекке тоқисыз. 6 столбик без накида, 6 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбик без накида тоқыдық. Енді неке келесі ілмекке бір ілмекке өтіп аламыз. Енді келесі ілмекке
көтерілеміз. Келесі ілмекке дәл осындай алып тоқимыз. Мынандай алып 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Екінші ілмектен бастап тоқимыз. 6 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осыны осылай бірге ұстап қосып отырып тоқып жіберсеңіз болады. Енді мінекей келесі ілмекке бір ілмек аттап кетеміз осылай. Енді мінекей келесі ілмекке қосыламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неке осылай аяғына дейін осылай тоқып келеміз. Бізде осының 8 осындай 8 штугын тоқып келеміз, айналдырып мына жерге дейін. Неке мен аяғына дейін тоқып келдім. Неке енді мына жерде осылай үш жерге бір ілмекке өтеміз. Осылай бір ілмекке өтіп қосылып аламыз. Неке бізде осындай гүліміздің 8 штугын тоқып аламыз осылай. Неке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді осы жерден осы ілмекке осылай бір столбик өтіп жақындап аламыз да, енді мінеке мына бұрыштан бастап тоқимыз. Неке қарап отырсаңыздар белгілі да. Осы неке мына бұрыштан бастап тоқимыз. Әуелі неке осы бұрышқа без накида бір столбик тоқимыз осылай. Енді келесі ілмекке накид алып аламыз. Келесі ілмекке жартылай столбик, яғни үшеуін бірге өткізіп аламыз осылай. Келесі ілмекке с накидом бір столбик. Келесі ілмекке с накидом бір столбик. Келесі ілмекке с накидом 2 столбик тоқимыз. Осы жерге 2 столбик тоқимыз. Неке дәл осы жерге тағы бір столбик с накидом 2 столбик тоқыдық. Енді соңғы мына жерге 3 столбик с накидом
Біреу накид дәл осы жерге мінекей. Екеу, үшеу. Накид енді мінекей мына жақта уже ілмектеріміз көрініп тұр мінекей. Мінекей мына ілмекке 3 столбик, мында 2 столбик накидым. Мында дара 1 столбик накидым, дара 1 столбик накидым. Мында жартылай столбик, мында без накида столбик. Сонда мына жағын қайталаймыз, яғни. Неке, мына ілмекке 3 столбик тоқимыз осы жерге. Біреу, дәл осы жерге. Екеу, үшеу. Енді келесі ілмекке 2 столбик. Біреу, екеу. Келесі ілмекке 1 столбик. Накидым 1 столбик. Келесі ілмекке накидым 1 столбик. Келесі ілмекке жартылай столбик накидым. И мында без накида 1 столбик. Енді келесі ілмекке без накида 1 столбик. Келесі ілмекке де без накида 1 столбик. Неке бұрышқа келдік. Осы жерден де без накида 1 столбикпен бастаймыз. Осы бұрыштан да келесі ілмекке жартылай столбик накидым. Яғни үшеуін де бірге өткізе аласың. Келесі ілмекке накидым 1 столбик. Келесі ілмекке накидым 1 столбик. Келесі ілмекке накидым 2 столбик. Дәл осы жерге мінекей 2 столбик накидым. И соңғы ілмекке 3 столбик накидым. Біреу, екеу, үшеу. Енді мінекей мынаны айналамыз. Мына жақта уже оңай. Әуелі мінекей 1 столбикке, 1 ілмекке 3 столбик накидым. Біреу, екеу, үшеу. Келесі ілмекке 2 столбик. Екеу, келесі ілмекке дара 1 столбик. Келесі ілмекке дара 1 столбик. Келесі ілмекке жарты
столбик, келесі ілмекке без накида столбик. Неке осылай өзіміз енді аяғына дейін тоқып келеміз. Түсінікті деп ойлаймын. Осылай айналдырып аяғына дейін тоқып келеміз. Некемен соңына дейін тоқып келдім. Неке осындай қылып тоқып келдік. Енді некемен мына жерден аяқтаймын. Мына жерде без накида 2 столбигіңізді тоқып алып, осы жердегі бастаған жерімізден аяқтаймыз. Себебі бізге осы жерде қазір ілетін столбик керек болады. Сол үшін осылай аяқтаймыз. Неке бір ілмекке өтеміз де осыны енді қиып алып тастаймыз. Неке осындай әдемі гүліміз шықты. Енді неке артқы фонын тоқитын боламыз. Ол үшін осындай түсті жіп алдым. Неке артқы фонымыз. Осындай ілмек жасап аламыз да. Енді неке осы жапырақтың ортасынан тоқимыз. Ортасында осылай мына столбикке осылай өткізіп аламыз. Осы ілмекті осылай өткізіп аламыз. Бес воздушный. 1, 2, 3, 4. Егер мынаны былай келгенде қысқа болмаса, 4 де жарайды. Қысқа болады. Біздер 5-ін алайық. 5. Енді неке мына жерден бастадық. Енді келесі гүліміздің ортасынан аламыз. Неке осы жерден осы столбикке осылай өткізіп аласыз. Бес столбик. 1, 2, 3, 4, 5 воздушный деген ғой. 5 воздушный. Енді келесі осылай аяғына дейін іліп келейік. Арка жасап келейік осылай аяғына дейін. Некемен аяғына дейін тоқып келдім. Неке бізде осындай 8 арка шығады. Енді неке бірінші тұрған аркамызға осылай сразу бір ілмекке осылай өтіп аламын. 2 воздушный. 1, 2. Енді осы жерге біз бұрыш тоқитын боламыз. Әуелі неке 2 столбик болды бізде. Не 3 столбик накидым. 2 воздушный. Дәл осы аркаға тағы да 3 столбик накидым. 1, 2, 3.
Мынау бізде бұрыш. Бір воздушный. Енді келесі аркаға тек қана осы жерге 3 столбик тоқимыз накидым. 1, 2, 3. Бір воздушный. Енді келесі аркаға тоқимыз. Бұл жерге бұрыш шығарамыз, яғни 6 столбик накидым. 3 столбик, 2 воздушный, 3 столбик. 2, 3, 2 воздушный. Дәл осы жерге тағы да 3 столбик накидым. 1, 2, 3. Бір воздушный. Келесі аркаға тек қана 3 столбик накидым. 1, 2, 3. Бір воздушный. Келесі аркаға 3-ші бұрышымызды шығарамыз. 1, 2, 3, 2 воздушный. Дәл осы жерге тағы да 3 столбик накидым. 1, 2, 3. Үшінші бұрышымыз мынау. Бір воздушный. Келесі аркаға тек қана 3 столбик накидым. 1 воздушный. Енді соңғы 4-ші бұрышымыз. Неге бізде бұрыш шығып келетір? Не? Қазір осы бұрышты қойып жіберейік. Екеу, үшеу, 2 воздушный. Осы жерге 3 столбик накидым. 2, 3. Бір воздушный. Мына жерге тек қана 3 столбик накидым. 1, 2, 3. Соңғы воздушныйды ұмытпаймыз. 1 воздушный. Енді осы жерге бірінші ілмекке келіп қосыламыз осылай. 2. Неге бізде осылай 4 бұрыш шығады? Неге мына бұрыштарымыз жаңа шығарған? Неге енді біз мына бұрышқа келдік? Осы бұрышта бастап тоқиық. Сіздерге түсінікті болу үшін оңай жолын көрсетіп жатырмын. Енді біз осы бұрышқа өтіп алуымыз керекпіз. Ол үшін осылай бір ілмектен өйтіп өтіп алайық бұрышқа.
Неке бұрышқа өтіп алдық. Енді осы жерге 6 столбик тоқимыз. Осы жерге 6 столбик бұрышқа. Не біреу, екеу, үшеу, екі воздушный, екінші столбигіміз, үшінші столбигіміз, бір воздушный, осылайша өзіміз айналып осы қатарды өте қарапайым, оңай. Осылай өзіміз бір айналып келеміз. Осы қатарды мінекей. Бір воздушный, келесі аркаға 3 столбик с накидом. Бір воздушный. Не бұрышқа келдік. Бұрышқа осы жерге 6 столбик с накидом. Дәл осылай тоқып аласыз. Осылай айналдырып тоқып келейік мына жерге дейін. Әр бұрышқа, мына бұрыштарға мінекей осы бұрыштарға 6 столбик с накидом тоқисыз. 3 столбик с накидом, 2 воздушный, тағы да 3 столбик с накидом. Бұрыштарға солай тоқып аласыз. Ал қалған жерлеріне мына жерге тек қана 3 столбиктан тоқисыз. Мына жерде бұрыш қазір бізде осы жерге 6 столбик с накидом тоқимыз. Мінекей біз осылай қарапайым тағы бір қатар өстіп айналып тоқып келдік. Мінекей. Осылай бір қатарда тоқып келеміз. Енді соңғы мына жерде бір воздушный көтерілдік. Бір воздушный көтерілісте осы жерде басындағы ілмекке қосыламыз. Бір ілмекке өтіп аламыз. Енді біз тағы да осы мына ортаға келуіміз керекпіз. Ол үшін тағы да осылай бір ілмектен өтіп алып, осылай келіп алсақ болады. Енді екі воздушныйымызды көтерілеміз. Енді осы бұрышқа 6 столбигімізді тоқимыз. Сосын осыны қосып аламыз осылай. Бір жапырағымызды. Бір жапырақтың неке мына жерде 3 столбик, мына жерде 3 столбик. Соның ортасынан аламыз. Накид аламыз. Неке осы жерге өтеміз. Бұрышымызға өтеміз де. Осылай мінекей екінші столбигімізді, бұрыштың екінші столбигін тоқып жатырмыз. Накид. Бұрышымыздың үшінші столбигін тоқимыз. Бұрышымыздың екі воздушные. Енді келесі үш столбик. Бір столбигімізді осылай тоқып аламыз. Және екінші столбигімізді дәл жаңағы гүліміздің басынан алып өткіземіз. Мына жаққа өткіземіз. Екінші столбик. Накид. Енді осы жерге осылай үшінші столбигімізді тоқимыз. Болды. Ары қарай кете береміз. Енді бір воздушный. Келесі
аркамызға үш столбигімізді тоқып аламыз. Бір воздушный, екеу, үшеу, бір воздушный, екеу, үшеу, бір воздушный. Екі бұрышқа келдік. Әуелі бір столбигімізді тоқып аламыз. Енді міне қарап отырсақ, неке мына бұрышқа тоқыдық. Одан кейінгі гүлімізді мына жерге келесі айналымда қосып тоқитын боламыз. Бұдан өтіп кетеміз, мұны тастап былай. Енді мына келесі жапырақты аламыз. Мына кетімізді аламыз. Тағда мінеке үш столбиктің ортасынан аламыз. Мына жерден аламыз. Екінші столбигіміз бұрыштың. Үшінші столбигіміз тоқып аламыз бұрыштың. Екі воздушный. Мына кет. Мына жерге тағы да өткізіп аламыз. Соңғы столбигіміз, бұрыштың соңғы столбигі. Бір воздушный. Осылай енді түсінікті деп ойлаймын. Аяғына дейін өзіміз тоқып келеміз. Аяғына дейін айналдырып тоқып келеміз. Неке осылай. Неке ортада мынаны тастап кетесіз. Ортада жапырақты тастап кетесіз. Оны келесі айналымда қосып тоқитын боламыз. Неке мына жерде де осы жапырақты тастап кетеміз. Мына жапырақты осы жерге қосамыз. Мынаны да тастап кетесіз де келесі мына соңғы жапырақты осы жерге қосамыз. Неке осылай айналдырып аяғына дейін тоқып келеміз. Неке мен аяғына дейін тоқып келдім. Неке осылай төрт қатарына, төрт бұрышына осылай қосып аламыз. Енді мысалға сіздер осы гүлмен, квадратпен, осы квадратпен, гүлмен тоқылған квадратпен егерде жакет, кардиган тоқитын болсаңыздар, онда тағы бір қатар айналып тоқысаңыздар болады. Тағы бір қатар айналып тоқыған кезде неке мына уже гүліміздің ұшын келесі айналымда осылай қосып алып кетесіз. Осы мына ортадағы осы үш бұрышқа қосып тоқып кетесіз. Енді мен осылай қалташа тоққан болатынмын. Осы қалташаны көрсетіп кетейін. Ал жаңағындай кардиганға, жакетке тоқитын болсаңыз, дәл осылай тағы бір қатар айналып тоқып шығасыз. Осыны бірге алып кетеміз. Осы бұрыштағыдай алып, осы жерге бірге қосып тоқып алып кетеміз келесі айналымда. Енді неке осы бірінші көтерілген ілмекке қосыламын, бір ілмекке бұрышқа өтіп аламын.
осылай бұрышқа өтіп аламыз. Мінекей. Енді екінші бетіне осылай мінекей осындай төрт бұрыш тоқып дайындап аламыз. Жалпы ютубта кез келген каналды ашып қарасаңыз, осындай төрт бұрыш тоқуға мастер-класстар өте көп. Менің де осы каналымда бар, алдыңғы видеоларымда бар. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Енді бұның оң терісі жоқ, бәрібір. Осыны енді осылай бір ілмекке қосып тоқып аламыз. Осы жерге тағы да бір үш воздушный, бір, екі, үш воздушный көтерілдік. Енді мінекей келесі екі ар жақтың да, бер жақтың да арқасын қосып осылай тоқып жіберемін. Бір, екі, үш. Мінекей. Осы арқаға өтіп алайық осылай. Тартып қоямыз. Және де бір воздушный көтерілемін. Енді мына гүлімізді қосып тоқимыз. Осында мінекей үштен 2-3-3-тен тоққан 6 столбиктің ортасынан аламыз. Мінекей мына жақтың да, арғы жақтың да осылай ілмектерінен іліп аламыз. Бір воздушный, енді келесі арқаға. Бір, екі, үш воздушный. Келесі арқаға қосылып аламыз. Бір, екі, үш воздушный. Мына жіпті ішіне қарай салып жіберейік. Ортасына өткізіп. Және осы жерге тағы бір без накида столбик осылай қосылып тоқып жіберейік бұрышқа. 3 воздушный, 1, 2, 3 воздушный. Бір, екі, үш воздушный. Келесі арқаға. Мынау гүлдің қосылатын жеріне келдік. Осы жерге бір воздушный көтерілейік те гүлімізді қосып алып кетейік. Мінекей осылай. Бір воздушный. Бір, екі, үш.
келесі арқаға 1 2 3 бұрышқа келдік. Бұрышқа да осылай қосылып аламыз. Әуелі осы жерге тағы бір столбик без накида тоқып жібереміз. Осылай екінші жаққа қарай айналамыз. Енді бізде бір қатар қалыпты. Осы қатарды мына жерге дейін өзіміз тоқып келейік. Мына жақта қалтаның аузы қалады. Соңғы бір қатар тоқып келеміз. Мінекей соңғы қатарға дейін тоқып келдік. Осылай мінекей. Осы жақта енді қалташамыздың аузы. Үш жерге 2 столбикпен қосылып алайық. Без накида 2 столбикпен осылай қосылып алайық. Ой. Енді 2 воздушный көтерілеміз. Енді тек қана мына бергі қалташаның бергі мына қапталға ғана тоқимыз. Осы қапталға ғана. Қалташаның аузын жиектейміз. Екі столбик тоқимыз тек қана. Мінекей мынамен 1 2 столбик болды. 1 воздушный. Келесі мінекей. Келесі арқаға 3 столбигімізді тоқимыз. Воздушный. Келесі арқаға 3 столбигімізді тоқимыз. Осы жерде 1 воздушный накид алайық та. Енді осы мына гүлімізді осы жерге қосып тоқып кетеміз. Мінекей ортасы мынау. Және осы 3 столбиктің ортасындағы ілмекке осылай қосып тоқып кетеміз. 1 воздушный. Келесі арқаға 3 столбигімізді тоқыдық. Воздушный. Келесі арқаға 3 столбик тоқимыз. 2 3 1 воздушный. Енді мынау қалташамыздың қапталы. Екі жақтың қосылған жері. Осы жерге де 3 столбик сынақ кетім. Мына жағына 1 столбик, мына жағына 2 столбик сынақ кетім тоқып жіберейік. Сонда осы жерге 3 столбик сынақ кетім шығады. Неке осылай. 1 воздушный. Келесі арқаға көшеміз. Осылай аяғына дейін тоқып келейік өзіміз. Осы жағында айналдырып, мына жерге келіп қосыламыз да. Осы жерге бір ілмекке келіп қосылып, осы жерімізді қиып алып тастаймыз. Неке мен аяғына дейін тоқып келдім. Неке осылай қосыласы да қиып алып тастайсыз. Енді мен осындай
розовый жіпті алдым. Осымен енді жиектеп шығамыз. Осылай кез келген жерден бастаймын. Осы розовый жіппен тағы бір осындай бір қатар тоқып шықсаңыз болады. Әр арқаға осылай 3 столбиктен тағы бір қатар тоқып шықсаңыз болады. Мен енді жібім азғантай қалып тұр. Сондықтан осындай жиектеп көрсетейін деп отырмын. Ал сіздер жіптеріңіз мол болса, тағы бір осындай бір қатар биіктетіп тоқып шықсаңыз болады. Түсінікті деп ойлаймын. Осылай ілмек жасап аламын да. Осылай қалташамыздың кез келген жерінен бастап тоқи береміз. Бірінші мінекей осы жерден бір ілмекке қосылып алайық. Осылай бір ілмекке өтіп аламыз. Енді мына жерге арқамызға 5-6 столбик накидым тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Не 5 столбик накидым тоқыдым. Енді осы ортадағы столбиктің басына бір столбикке осылай қосылып аламыз. Накид, келесі арқаға. Осылайша аяғына дейін жиектеп аламыз. Еш қиыншылығы жоқ. Өзіміз осылай аяғына дейін тоқып келеміз. 3, 4. Егер жігіңіз мол болып жатса, 6 столбик тоқсаңыз да болады. Менен жібім азғантай қалып отыр, сол үшін 5 қана столбик накидым тоқып жатырмын. Сіздерге көрсету үшін тек. Осылай аяғына дейін тоқып аламыз. Мен аяғына дейін тоқып келдім. Осы жерден осылай бір ілмекке өтіп аяқтайсыздар. Осылай арасына өткізіп тастайсыздар жібіңізді. Енді осы қалташамыздың аузын байлау үшін осындай 65-70 воздушный петля көтеріліп тоқып аламыз. 65-70 болса болады. Және осылай арасынан өткізіп аласыз. Осылай арасынан өткізіп аламыз да. Осылай әкеліп ортасынан дәл қылып шығарамыз да. Ішіне конфеттерімізді салып, осылай аузын байлай қоямыз. Осындай бізде әдемі қалташа шығады. Осы гүлмен, осы квадратпен жакет тоқып алсаңыз да өте әдемі болады. Жакет, кардиган тоқып алсаңыз да өте әдемі шығады. Тоқып алыңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Бұйырса тағы да өте әдемі гүлдер тоқитын боламыз.